мына заң жобасында Қазақфильм қаржыландыру жөнінде нормалар кіргізіліп отыр ғой. Бұл өмір бітпейтін хронический дау болса, бәлкім осы Қазақфильмді ұстаудың қажеттілігі бар ма дегенге дейін сауал. Егер олар творчествомен, кино түсірумен, дубляжбен, басқа да өздеріне тиісті, жаңа қазақ анимация тиісті міндеттерін атқарудың орнына, міне жылдар бойына біз тек Қазақфильмнің тек дауын ғана естіп отырмыз. Бір нәтижелі жұмысы, жарқыраған киносы деген нәрсені көріп жатқан жоқпыз. Тіпті мысалы Моана 2-нің өзін мысалы қазақ тілі қоғамменен жоғарғы білім министрлігі біздің екеуінің бірлескен жұмысында кеше Моана бүкіл Қазақфильмнің түсірген киноларының жетпеген табысына қол жеткізіп жатыр, қаражат жағының өзінен. Кезек, қай кинотеатрға барсаңыз да кезек. Ондай бір өнім ұсынып отырған жоқ қой Қазақфильм. Біз сонда әрбірдің соң ондай осындай құрылымның жарай тарихы бар. Қазақфильм, қазақ киносының тарихы бар. Бірақ енді қаншалықты біз осындай деңгейге жеткенде бұның бір шешімін табатын нәрсе болады. Творчестволық адамдар творчествомен айналысу керек, дау-дамаймен емес, менің ойымша.